Қайырлы күн жақсыларым, бүгін сіздермен балықты қуырып жейтін боламыз. Бүгін бізде алакөлдің сазаны, салмағы 3,5 килограмм. Оны басқаша алакөлдің алтын балығы деп те айтады, себебі бауыры сары болып келеді. Егер балық таңдауға барсаңыз, міндетті түрде салмағы 2 килодан жоғары және 4 килограммнан төмен балық алсаңыз өте дәмді болады. Сондай-ақ балықтың көзіне мән беріп қараймыз. Көзі қызармаған, мөлдір болу керек. Және де желбезектің астын ашып сәл иіскесеңіз, балықтың балғындығын және қандай жерде ауланғаны туралы ақпарат алуға болады. Су қоймасынан немесе табиғи таза ортадан. Балықты міндетті түрде балғын кезінде жеу керек. Тұрып қалған балық тез бүлінеді. Адамдар балықты аптасына 1-2 рет жеу арқылы денсаулығын әлде қайда жақсарта алады. Анығырақ айтсақ, иммунитеті көтеріліп, есте сақтау қабілеті жақсарады. Сонымен қатар, әртүрлі стресске төзімділігі артады. Балықты жақсылап тазалап алғаннан кейін, яғни сыртқы қабыршығын, айғұлағын, өтін, іш құрылысын алып тастағаннан кейін жақсылап бір жуып аламыз. Сосын шамамен осындай 10 сантиметрде бөлшекте бөліп, оны тұздап қоямыз. Тұздау барысында тұздың балықтың барлық жеріне біркелкі және де барлық жеріне тиюіне мән беріп қараймыз. Бұл балықтың басы мен құйрығын уха жасауға бөлек алып қойдым, ал денесін қуыратын боламыз. Тұздалған балығымызды осылай бір-бірлеп ұнға салып, одан кейін қайнап тұрған ыстық майда қуыратын боламыз. Қуыру барысында ең алдымен терісі бар жағын емес, ішкі жағын қуырамыз. Балықты қуыру барысында сіздерге балықты қалай таңдау керек жайлы айтып өтейін. Жас балықтың өзіне тән ерекше иісі болады, бірақ бұл жағымсыз әрі өткір болмауы тиіс. Балғын балықтың еті бос емес, шымыр, және де саусақпен басқанда пішіні орнына тез келеді. Ал балық етінің түсі оның түріне байланысты алуан түрлі болуы мүмкін. Бірақ та балықтың түсі жасыл немесе сары болмауы керек. Балықты қуырып болғасын ыстық майды ақырындап басқа ыдысқа құйып аламыз. Табаның ішін жақсылап тазалаймыз да, майымызды сүзгіден өткізіп, таза жерінен құямыз қайтадан осы табаға. Сосын табамызды газға қойып, оның үстіне картопты, картоптың үстіне балықты орналастырамыз. Қақпағын жауып, ең ақырын отта 20 минут бұқтырамыз. Үстіне ешқандай су құймаймыз. Су құйсаңыз езіліп кетуі мүмкін. Отбасымызбен балықтан пісірілетін сан алуан тамақтарды жақсы көреміз. Әсіресе кептірілген, қуырылған, бұқтырылған балықтарды. Тіпті үйдегі кішкене балаларым да балықты сүйсініп жейді. Балық еті құрамында өте көп дәрумендер мен микроэлементтер кездеседі. Оның ішінде йод, темір, магний, кальций, фосфор және де омега-3 май қышқылдары. Балықты көп жеу арқылы жүрек ауруларының алдын алуға, көзіңіздің көру қасиетін жақсартуға және де ұйқыңызды реттеуге болады. Көріп отырғандарыңыздай балығымыз бен картопымыз әдемі болып толықтай пісті. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің каналда жолыққанша.